Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді екі түрлі қамырдан дайындалатын булочка пісіреміз. Алдымен 300 мл жылы сүтке 1 шай қасық дрожжи, 2 шай қасық қант қосып, араластырып 10-15 минутқа қоямыз. Дрожжи көтерілген соң жарты шай қасық тұз, 60 грамм қант қосамыз. 2 штук үй температурасындағы жылы жұмыртқа қосамыз. Және 60 грамм ерітілген сары майымызды қосып араластырамыз, біркелкі масса болғанша. Енді 600 грамм ұнымызды ақырындап 2-3 рет бөліп қосып, өте жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз қолға жабыспау керек. Бетін жауып 1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Ал енді екінші қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін 150 мл жылы сүтке 1 шай қасық дрожжи, 1 шай қасық қант қосып, араластырып 10-15 минутқа қоямыз. Көтерілген дрожжиға 1 жұмыртқа, 30 грамм сары май қосамыз. 40 грамм қант және 1 ас қасық какао қосамыз. Араластырамыз. Какаолы массамызға 300 грамм ұнымызды ақырындап 2-3 рет бөліп қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз қолға жабыспау керек. Оны да 1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырларымыз көтерілген соң, бірінші қамырымызды алып, бөлшектерге бөліп аламыз. Күлшелерімізді жайып, начинка саламыз. Начинка әр түрлі болуы мүмкін. Өздеріңіз қалаған. Творог, варенье, сгущенка болуы мүмкін. Мен нутелла шоколадын қостым. Видеода көрсетілгендей булочкаларды түйеміз. Енді какаолы қамырымызды жайып, ұзынша лента етіп кесіп аламыз. Начинкалы булочкамызға ораймыз. Видеода көрсетілгендей. Булочкаларымызға жұмыртқа жағып, 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Булочкамыз дайын. Дәмі тіл үйіретін, өте жұмсақ, үлпілдек болып піседі. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаймыз.